Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бокс жаңалықтары видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Түсініксіз бір боксшы күтпеген жерден Әлемханұлының айқасқа шақырды. Америкалық боксшы Жәнібек Такер орта салмақта IBF және WBO чемпионы Жәнібек Әлемханұлының жекпе-жекке шақырды деп хабарлайды. Күтпеген шақыру карьерасын керемет болмасы да 22 жастағы боксшы кез келген чемпионға қарсы тұра алатынын мәлімдеді. Оның ішінде Жәнібекті ерекше атап өтті. Ол Әлемханұлымен нақты кездесіп отырған қарсылас. Мен чемпиондардың кез келгенімен айқасуға дайынмын. Жәнібек ең қарапайым нұсқа, өйткені оның да ісін топ-рэнк жүргізеді, деді боксшы Зак Шумейкер YouTube арнасына берген сұхбатында. Айта кетейік, америкалық боксшы айтып отырған топ-рэнк компаниясы Әлемханұлы мен Такердің да ісін жүргізеді. Жәнібек Такер деген кім? Бірақ Такер 72 келіде өнер көрсетпейді, яғни Әлемханұлының салмағында емес. Ол көбіне бірінші жартылай орта дивизионда 63 келеде жұдырықтасады. Бұл орта салмақта 4 категорияда төмен дегені. 5 сәуір Астанада Әлемханұлы титулдарын сәтті қорғап, франциялық Ануэль Мессиді нокаутқа түсірген болатын. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.